Менің есімім Ақнұр. Мектеп сыныбына жетекшілік етемін. Сәлем, жақсы отырамыз. Бүгін түгелміз бе? Жоқ па? Анашым бармай қойыңыз. Мен бармасам сол әмзет қоясың. Мен оңаша сөйлесемін. Отырамын. Мұғалім осы кезде қасынан өтіп бара жатып, киімінің алба-жұлба шыққанын, шашының өсіп кеткенін байқап, анасы мемлекеттік қызметте жұмыс жасайды. Бірақ оның тапқан табысы күнделікті жүріс-тұрыстан ауысатын емес. Ал әкесі болса жұмыстан қысқартылып, енді жаңа жұмысқа істеп қойшы басымда артымай. Саған тіл шығайын деп. Жап аузыңды. Ей бала! Ей бала! Ағы не ол? Алдындағы істерді істедің ба? Жоқ, істемеймін. Сен анаңмен қосып маған қарсы шығайын дегенсің ба? Теспе балаға саған айттым, аз кейде күлмеді. Өздерің көріңдер онда. Әкем анамды ұрғанда, анамның жүрегі ұстап қалмаса екен деймін. Бірде қатты соққыдан дем жетпей тұншығып қалдым. Анам өліп қалмаса екен деп жаным шығып араласқанымда, әкемнің ауыр қолдары маған тиді. Бұл жағдай біздің үйде күнде қайталанады. Күнде анамды айқайлатып, жылатып, шашынан сүйреп далаға шығарып ұрады. Анам егер осыдан өліп кетсе, менің де өмір сүргім келмейді. Мен қатты қиналып кеттім. О Алла тағалам, сенен үлкен көмек сұраймын. Маған көмек десіңізші. Осы Рамазан айында қолын жайып сұрағанның қолын бос қайтаруға ұяламын деп едіңіз ғой. Менің ең бірінші тілегім, әкеме жақсы жұмыс табылса екен деймін. Сонда әкем арақ ішуді доғарады, рас айтамын. Екінші тілегім, әкем мен анам ұрыспасыншы деймін. Мен не істеп жүрмін өзім? Кешіріңдер, балам, кешіріңдерші мені. Сен күнде кешірім сұрайсың, күнде осы бәлде ғой. Соңғы сөзім, балам, кенжегүл, енді мен сендерді ренжітпеймін. Шын ба, әке? Арыс Каусар. Оқушылар Еркінқызы Ләйла, Алпамыс Аққуан, Мұқан Алтынай, Еркебұланұлы Ернар, Мерхат қызы Арина.